Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен WebMoneyден Alipay'ге ақша салатын боламыз. Ол үшін біз пополнитті басамыз. Exchanger Money. Все варианты таңдайсыздар. Бүгін сіздерге мен WebMoneyден ең аз қанша салуға болатынын көрсететін боламын. Бірінші, вывод на карту таңдайсыздар. Менде банк Каспий банк. Бірінші сатып аламыз. Бомызды сатып алып, кейін Alipay'ге салатын боламыз. Ол үшін біз Қазақстан теңгесін таңдайсыздар. Қазақстанда тұратын болсаңыздар, басқа жерде болса басқа валютаны таңдайсыздар. Өздеріңіздің валюталарыңызды таңдайсыздар. Біз дайын заявкалардан сатып алатын боламыз. Қаласаңыздар, өздеріңіз заявка дайындасаңыздар болады. Купить на своих условиях деп дайындайсыздар. Оны басқа видеоларымда көрсететін боламын. Видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Біз біріншісіне қарайтын боламыз. Егер сіздер бұмызды сататын болсаңыздар, астына түсесіздер. Продажа деген жерінен басасыздар. Міне біз ең аз сумаға. Ол үшін біз 1000 теңге жазып көреміз. Бізде бұмызылардікі шығып кетті. Енді біз екі бұмызды сатпайды екен, 3 деп жазып көресіздер. 3 сатпайды екен. Солай ең аз бұмызданы білетін боласыздар. Не 5-тен басталады. 2150 теңге болады екен, ең азы. Енді қарайсыздар, өздеріңіздің банкіңіз болса, сатып ала бересіздер. Ең арзаны ең басында тұратын болады. Біріншісінен сатып алсаңыздар болады. Егер банкіңіз басқа болатын болса, екіншісіне де сатып алсаңыз болады. Енді басасыздар үстінен. Біз ең минимальный 5 бұмызды сатып ала алатын екенбіз. Енді көресіздер. Бірінші көріп шығасыздар. Контрагенттің даныйларын көріп шығасыздар. Формальный аттестат екен. Рейтингі 284-ші. Көк болатын болса, тез жіберетін адамдікі көк болады түсі. Успешных заявок 564 екен. Менімен әлі алмаған екен ол адамнан. Шығып тұрады, егер алған болсаңыз, осы жерде саны тұрады. Биржада 11 айдан бері жұмыс істейді екен. 3 минутта сізге бұмызына жібереді екен. Подтверждение 1 минутта екен. Енді біз мына жеріне подать встречную заявку дейсіздер. Не? Бұл дегеніміз бізде енді оның банковский картасы шығады. Соның үстінен басасыздар. Копировать етіп аласыздар. Енді біз Каспий банктен салатын боламыз. Бауыржан И деп шығады. Каспий банкке кіресіздер.
банк другой карты дегенді басасыздар. Оны басқаннан кейін переводыға кіріп істейсіздер оны. Сіз копировать еткенді қоясыздар. Карта другого банка дегенді басып қоясыздар. Қойғаннан кейін перейти деп өзінің каспис шығады. Сөйтіп сіздер суммасын жазып жібересіздер. Скриншот жасап алыңыздар. Жасап алғаннан кейін оны подтверждение бересіздер. Ол не астында. Подтверждение бергеннен кейін сіздерге главный бетке кіресіздер. Главный бетте мына жерінде переводы болып шығады. Сіздерге сообщение келеді. Не басында сообщение болып тұрады. Кім? Осы жерге кіріп көресіздер. Кейін сіздерге осы жерінде шығып тұрады. Түскеннен кейін. Ақшаңыз түскеннен кейін сіздер ақшамыз түскеннен кейін біз Alipay'ге ақша салатын боламыз. Ол үшін пополнитті басасыздар. Exchanger Money деп басасыздар. Все варианты. Alipay'ге салу үшін біз вывод через электронные деньги дегенді басамыз. Осы жерде Alipay бар. Енді біз Alipay таңдаймыз. Формазы таңдаймыз. Біз дайын заявкамен сатып алатын боламыз. Ол үшін біз астына түсеміз. Продажа деген жерінде бізде 5 ВМЗ бар. Бес ВМЗ болса 5 деп ала алмайсыздар. Себебі өзінің 0,100-6 комиссиясы бар. Сол үшін 4-5 деп алсаңыздар болады. Заявка болса енді. Егер болмаса 4-пен ала бересіздер. Ең біріншісін аласыздар. Ең бізге арзан түсетін осы. Үстінен басасыздар. Бізге код келеді. Код келді. Үстінен басасыздар кодтың. Мына жерін басасыздар. Қайтадан сайтқа өзі кіреді. Енді көп шығамыз. Даниларын көп шығасыздар. Биржада рейтингі 441 екен. 998 успешных заявок. Сіз алмаған екенсіз ол адамнан. Осы жерде шығады. Алғансыз ба, алмағансыз ба. 27 айдан бері жұмыс істейді екен. 3 минутта переводты жасайды екен. 3 минутта подтверждение береді екен. Бұл жерде біз, бұл өзіміздікі жазылып тұрады. Кошелегіміз. Екіншісіне өздеріңіздің аттарыңызды, Alipay'дегі номеріңізді, аты жөніңізді жазасыздар. Дұрыс жазыңыздар.
егер басқаша жазып қоятын болсаңыздар, қайтып қайтаруға болмайды ол ақшаны. Кейін өздеріңіздің почтаңыз. Енді продатты басасыздар. Басқаннан кейін сіздерге әліппелеріңізге түсетін болады. Подтверждение жасауына байланысты біраз уақыт кетуі мүмкін. Оны личный кабинеттен баланс деген жерінен көре аласыздар. Кейін сіздер новыйдан әліппе ашқан болсаңыздар, регистрация, верификация бәрін істеулеріңіз керек. Егер істемесеңіздер, ақша резервте қалып кетіп, өздеріңізге түспеуі мүмкін. Осы жерінде тұрады. Плюс деп келеді сіздерге. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы видеолар қоятын боламын.